Құрметті мұсылман бауырлар, біздер әрбіріміз тарихымыздан хабардар болуымыз керек. Себебі біздің болашағымыз сол өткен тарихымызбен сабақтасып жатыр. Тарихты білу әрбіріміз үшін өте маңызды дүние. Қазіргі таңда тарихымыздан бейхабар болған әлде біреулер қазақ халқының арасына іріткі салып, халқымызды құдайсыздыққа шақыруда. Бұның астарында үлкен қасірет жатыр. Сол себепті біздер бұндай арандатушылардың теріс пиғылына ешқашан жол бермеуіміз керек. Біздер тарихымызға көз сала отырып, біздер мақтаныш тұтқан ата-бабаларымыз қандай дінді ұстанды, қандай дінді дәріптеді, дінді ұстануымен қандай жетістіктерге қол жеткізді, біз осы нәрселерге қатты мән беруіміз керек. Қазақтың дархан даласы сан ғасырлар бойы қаншама тарихтардың куәгері болды. Сол тарихтардың бірінде қазақтың жерінде Талас өзенінің бойында 751 жылы мұсылман елдерінің әскері мен Қытай елінің әскерінің арасында үлкен соғыс болды. Сол соғыста қазақ халқы мұсылмандарға қолдау көрсетуімен Қытайларды ойсырата жеңген болатын. Сол кезеңдерде мұсылмандарды бауыр тұтынған қазақ халқы сол мұсылмандардың ұстанған діндерін зерттеп, зерделей отырып, қазақ халқы да ислам дінін қабылдаған болатын. Осылайша қазақ халқы ислам дінін ұстанып келіп, 9 ғасыр мен 10 ғасырдың ортасында Қарахан әулеті билігі тұсында Мұса қағаны 960 жылы ислам діні қазақ жерінде мемлекеттік дін болып ресми түрде жарияланды. Міне осы кезеңнен бері ата-бабаларымыз ислам дінін берік ұстанып келді. Қазақ халқының әдеп ғұрпы, салт дәстүрі мен дүниетанымы ислам дінімен ұштасып жатыр. Ел басқарған хандар да, сұлтандар да, даналықпен сөз сөйлеген шешендер, болыстар да, ақын жырау бабаларымыздың баршасы осы ислам дінін ұстанып, ислам дінін келер ұрпаққа аманат етіп қалдырып кетті. Аллаға шүкір, қазіргі таңда қазақ халқы ата-баба ізімен ислам дінін ұстанып келе жатыр. Қазақ халқын өркениетке, сауаттылыққа жетелеген ұлы тұлға Ыбырай Алтынсарин атамыз бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деген даналық сөз қалдырды. Сол секілді қазақ халқының мақтанышы болған бір туар тұлға, қазақ халқының мертебесін биікке көтерген Құнанбайұлы Абай атамыз өзінің керемет сөздерінің бірінде «Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ, мүмин болсаң үйреніп сен де ұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзі дүр ол, тәуелін білерлік ғылымың шақ» деді. Болашақ ұрпағының қамын ойлап, ел мен жерді қорғап, өмірін ат үстінде өткізген Абылай хан бабамыз да асыл діні исламды берік ұстанып, өз дәуірінде Қожа Ахмет Яссауи бабамызды ұстаз тұтынып, сол кісінің діни еңбектерінен сусынданып отырған. Абылай хан бабамыздың жанында кеңесші болған, ақылына ақыл қосып отырған Бұхар жырау бабамыз да өзінің керемет өсиеттерінің бірінде бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз ең шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа, бесінші тілек тілеңіз 5 уақытты 5 намаз біреуін қаза қылмасқа деді. Сол секілді мәшһүр Жүсіп бабамыз да ол Алла жисім жауһар ғариз емес, боларға басқа бөліктенбес. Алланы еш нәрсеге ұқсатуға, еш нәрсе оған ұқсап жөні келмес деді. Міне осылайша біздерге мақтаныш болған ата-бабаларымыздың баршасы бір жаратушы Алла тағаланы ұлықтап, дініміз исламды дәріптеп, келер ұрпаққа осы жолды аманат етіп кетті. Дінінде берік болған ата-бабаларымыз қандай да бір адам мұсылмандардың қатарында жүріп, мұсылманмын деп жүріп, бірақ мұсылмандыққа көзқарасы теріс болатын болса, ол адамға
иманын сатқан опасыз деп баға берді. Алланың өзі сақтасын. Біз баршамыз білуіміз керек, ақиқатында қасиетті кітап Құран кәрім және ардақты пайғамбарымыздың асыл мұра өсиеті болған мүбарак хадистер адамзат баласын тек қана ғылым білімге, мәдениеттілік пен әдептілікке, парасаттылыққа, отанды сүюге, отанға адал қызмет етіп, қоршаған ортаға пайдалы болуға бұйырады. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ресми түрде ислам дінін, оның ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстанады. Ислам дінін және оның ішіндегі Абу Ханифа мазхабын ұстану біздердің ата дәстүріміз болып есептелінеді. Себебі бұл жолды біздердің ата-бабаларымыз ұстанған. Құрметті бауырлар, біздер қасиетті Құран кәрімді Алла тағаланың кәләмі деп қастерлеген ата-бабаларымыздың ұрпақтарымыз. Сол қасиетті Құран кәрімде Алла тағала айтады: Астаизу билла, иннад-дина индаллахил ислам. Алла тағаланың алдында шынайы қабыл болатын дін ислам діні дейді. Ардақты да сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбарак хадистерінің бірінде: Инналлаха азза ва джалла юатид дуния лиман юхиббу ва ман ла юхиббу. Ұлық жаратушы Алла тағала дүние деген нәрсені сүйген құлына да сүймеген құлына да береді дейді. Вала юатил имана илля ман ахабба. Ал имандылық деген нәрсені, мұсылмандықты Алла тағала тек қана өзінің сүйген құлдарына береді дейді. Алла тағаланың адамзат баласына берген ұлы нығметі имандылық екен. Құрметті мұсылман бауырлар, әрбіріміз асыл мұра тарихымызға көз салатын болсақ, біздер үшін тарихымыздың шертер сыры өте көп.